сәлеметсіздер ме? Мен номері 23 мектеп гимназиясының 8-ші сынып оқушысы Аханұлы Алимхан. Менің сіздерге таныстыратын бағытым Қазақстанның жаңа есімі, тақырыбы руханият шырақшысы. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деп Әбіш Кекілбаев атамыз айтпақшы. Менің сіздерге ұсынатын тұлғам кітаппен тікелей байланысы бар. Нұрғалиева Ғазиза Құдайбергенқызы, Қазақ ұлттық кітапханасының директоры. Кітап білімнің кілті, ал нағыз жанашыр басшы оны барлығына қол жеткізуге күш алады. Бұл сөздер Ғазиза Құдайбергенқызына айтылғандай. Жұмыстың пайымы. Ғазиза Құдайбергенқызының еңбек жолындағы мақсаты кітапханашы жұмыстың маңыздылығын көрсетіп, олардың абыройын көтеру. Қазақстанның мәдени және білім саласына үлес қосқан тұлғаларды таныту. Қарапайым кітапханашыдан директорлыққа дейін көтерілген қайраткердің өмірбаянын басқаларға үлгі етіп көрсету. Еңбек жолы. 1974 жылы Абай облысында дүниеге келген. Кішкентайдан кітап оққанды қатты ұнатқан. Мектепті үздік тәмамдап, Қазақ ұлттық университетіне заң факультетіне оқуға түседі. Қосымша жұмыс істеп, Жамбыл атындағы кітапханаға кітапханашылық жұмысқа тұрады. Кітапханашылық жұмысқа тұрған ол кісіге ұнағаннан 6 айдан кейін оқудан шығып, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне оқуға түседі. Сол жерде кітапханашы педагог мамандығын аяқтайды. 1992 жылы Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасының директоры болады. 2022 және 2023 жылдар аралығында Астана қаласындағы Қазақ ұлттық академиялық кітапханасының директоры болады. Қазіргі таңда Қазақ ұлттық кітапханасының директоры. Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасы Ғазиза Құдайбергенқызы келгеннен кейін өте қатты көркейді. Іші әдемі, жарық және апта сайын тұлға танулар өтті, кездесулер және жаңа кітаптардың тұсаукесерлері өтті. Ғазиза Құдайбергенқызы өте қарапайым жан. Оқырманы іздеп кітап таппаса, өзі де бірге қосылып іздеп тауып берген. Оқырманның қайтадан алып келу үшін бар ынтасымен жұмыс жасаған. Кітапхана еркіндік пен бостандықтың алаңы. Жазушы ретінде содан табыс тауып отырған автор ретінде мен кітабының оқылуына және адам келуіне мүдделімін. Адам өз уақытын өзіне арнап, өз-өзімен қалап кітапхана деп жиі айтатын. Кітапхана саласына енгізген жаңалықтары. Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен 2022, 2020 және 2024 жылдар аралығында Ғазиза Құдайбергенқызы жалпы республикалық кітап фестивалі өтті. Бұл фестиваль барлық Қазақстанды қамтыды, әр қалаларда өткізілді. Жас кітапханашы жаңа мүмкіндіктер уақыты атты форум жасалды. Бұл форум 2022 және 2023-2024 жылдар аралығында болды. Бұл форумға Қазақстанның түкпір-түкпірінен 50-ге жуық мұғалімдер келді. Олар өздерінің білімімен және тәжірибелерімен алмасты. 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне орай ауыл кітапханаларына 100 кітап атты акциялар ұйымдастырылды. Бұл акцияларда ауыл кітапханаларына ай сайын кітап сыйлыққа берілген болатын. Бұл жобаның мақсаты тек қана қала кітапханаларын көркейтіп қоймай, ауыл кітапханаларын да дамытып, ауыл оқушыларын кітап оқуға баулу. Жеке еңбегіне келіп тоқталатын болсақ, ол кісі кітапханашы күнделігі атты өзінің кітабының тұсаукесерін жасаған болатын. Бұл кітапта кітапханашының күнделікті жұмысы және адамдармен қарым-қатынасы және оқу әдістемелері туралы жазылған. Біз сонымен жиі Жамбыл кітапханасына барып тұратынбыз. Бізді Ғазиза апайымыз жылы жүрегімен қарсы алатын. Ол кісі күнде кітап оқиды екен, ал мен кітап оқымаған күні ішінде жел азынап тұрады деп жиі айтатын. Біздің де мектеп қалыспай кітап оқитын оқушылардың санын арттыру мақсатында түрлі жобалар істеді. Соның бірі білім бәйгесі жобасы. Бұл жобада оқушыларға кітап беріледі, сол кітаптан түсінгендерін айтып, сұрақтарға жақсы жауап берген оқушылар ынталандыру сыйлықтарын алды. Мектебімізде оқуға құштар мектеп жобасы аясында 2-ші сынып оқушысы Майдан Аяна кітап оқып планшет ұтып алған болатын. Осының барлығын қорытындылай келетін болсақ, кітап ой-өрісті, ақыл-есті дамытуды және стресс деңгейін төмендетуге өте пайдалы. Қазір смартфон дамыған заманда кітап оқуды бірге алып жүру өте пайдалы. Қазақстанның жаңа есімі бұл. Бүгінде өз идеясымен жетістігімен белгілі бір салада танылған тұлғалар. Олар өздерінің жан қалауын жасай отырып үлкен белесті бағындырғандар. Кітапхана
кітапханашы мәртебесінің өсуіне, кітапханадан оқырманның үзілмеуіне атсалысып жүрген Айза Құдайбергенқызы Қазақстанның 100 жаңа есіміне кіруге бірден бір лайық болған.